Ассалаумағалейкум, құрметті Оңтүстік Корея елінен бізді бақылап көріп отырған отандастар, Корея көмектің оқырмандары. Біз бүгін Оңтүстік Кореяның Нонсан қаласына келдік. Нонсан қаласында 1992 жылы дүниеге келген Атаджанов Кабулжан есімді Түркістан облысы Сайрам ауданының азаматы бүгін 18-ден 40 минут өткен кезде мына өмірмен қоштасып кетті. Еш жерде құлаған жоқ, жарақат алған жоқ, ішкен жоқ. Бар болғаны адал еңбекті жасады. Алланың берген дерті Алла алып кетті. Бұл отандасымыз осы уақытқа дейін қант диабетімен, яғни сахарнимен ауырып келген екен. Дәл осы біз тұрған ауруханада бұрында келіп ем алып қайтқандығы анықталып отыр. Құрметті отандастар, қазір мінекей осыншама достары осы жерге келіп отыр. Осы Кабулжанның артынан жақсы адам екендігі осы достарынан ақ білініп отыр. Құрметті отандастар, міне менің қазір қасымда осы Кабулжанмен бірге жұмыс істеп, осы жерде Корея мемлекетінде шет елде жүріп, ағасындай, бауырындай болған кәріс азаматы мінекей. Жаңа мәйітханаға кірген кезде мен осы 6 жыл болған болса, осы мәйіттердің ішінде жүргеніме 6 жылдың ішінде енді бірінші рет көріп отырмын шетел азаматы үшін көзінен жас шыққан адамды. Басын девалға қойып алып, көзінен жас шығып жатыр. Құрметті отандастар, қазір барлық нәрсе бітті, аяқталды. Барлығымыз бір мұсылмандай болып, бір отандасымыз үшін, оның еліне жету үшін қолдан келгенше қолдауды көрсетейік. Алла қаласа, осы алдымыздағы жұма күні Қазақстанға жіберіп, оны жер қойнына тапсыруды қазір жоспарлап отырмыз. Қазір бұл мәйіттерді шет елдерге жіберетін компания жалпы 10 миллион кәрістің ақшасын сұрады. Алайда біздің осы Корея көмек қайырымдылық қорының келісілген келісім шарттарына байланысты біз 8 миллионға бұл отандасымызды туған жер топырағына жеткізіп береміз. Қазақстаннан көріп отырғандар, басқа мемлекеттен көріп отырғандар, егер ақшалай қолдау көрсете алмасаңыздар, осы беріліп жатқан ақпаратты жан-жаққа таратыңыздар. Сіз білмейсіз. Сіз осы видеоны бір отандасыңызға жібердіңіз, бір досыңызға жібердіңіз, ол қайырымдылық жасады. Сіз де сауапқа ие болдыңыз. Шет елде жүрміз. Енді көп білесіздер, көп көресіздер. Біз тек қана осындай мәйіттің ішінде, аурухананың ішінде, ұрыс керістің ішінде жүреміз. Біздің қолымыздан келетіні осындай басы ауыр күнде басына қайғы түскен отандастарымызға көмектесу. Басқа еш нәрсе жоқ. Қолдан келгенше қолдауларыңызды көрсетіңіздер. Бұл отандасымыздың жақындарына, Оңтүстік Корея еліндегі мұсылмандардың атынан, қазақстандықтардың атынан, Корея елінде орналасқан елшіліктің атынан қайғыра көңіл айтамыз. Иманды болсын.